Сәлеметсіңдер ме, қымбатты балалар? Өзін-өз тану сабағына қош келдіңдер. Бүгін сендермен ынтымақты отбасы тарауы бойынша өткен сабақтағы бастаулардың бастауы тақырыбын жалғастыратын боламыз. Бүгінгі жаңа сабақта адам өз үйін сағынып тұруының себебі неде екенін, туған үйдің жылулығы қалай сезінуге болатындығы туралы түсінетін боласыңдар. Өз үйін өлең төсегің, нақыл сөздерді қарастырайық. Сөздің мағынасына қарай түсіндір. Енді осы сөздерге назар аударып, өз ойларыңды білдірсеңдер болады, балалар. Балалар, өз үйің өлең төсегің. Сонау алыс сапарларға кеткенімізде өзіміздің үйімізді сағынатынымыз рас. Ата-анамызды, ата-әжемізді, бауырларымызды, тәтеміздің айтқан сөздерін, ағамыздың айтқан сөздерін біз әрқашанда сағынып жүреді екенбіз. Өзіміздің үйімізге ештеңе жетпейді екен, балалар. Көршіміздің үйіне барғанда да асығып отырады екенбіз. Үйімізге қайтқанша. Міне балалар, өз үйің өлең төсегің дегеніміз осы екен. Ендеше балалар, сабағымыздың сыйы ретінде отбасының татулығын еш нәрсеге ауыстыруға болмайтынын түсінген 3-ші сынып оқушысы расында да біз бай екенбіз ғой деген бейне үзікті тамашалауға шақырамын. Мен 3-ші сыныпқа барғанша өзіміздің кедей екенімізді білген жоқпын. Өйткені анам біздің кедейлігімізді ешқашан білдірген емес. Менің 5 туған сіңілім бар. Анам әрдайым үстіміздің таза болуына үлкен мән беретін. Киіміміздің жыртығын өзі жамайтын, күн сайын таңертең шашымды жуатын, ал аяқ киімім жалтырап тап-таза болып тұратын. Анамның тәрбиесінің арқасында мен 3-ші сыныпқа дейін кедей екенімізді сезінген емеспін. Бір күні сыныптас қыздарыммен сөзге келіп қалдым. Біреу маған «Ей, қу кедей» деп айғайлады. Біреу менің төбемнен мұздай су құйып жібергендей болды. Сабақтан келіп үйіме жақсылап назар салдым. Төсектегі жамылғы жыртық, бірнеше жыл сырланбаған қабырғада толған саусақтың іздері, тоңазытқышты ашсам, бір тәрелкеде асбұршақ туралған қияр ғана тұр. Басқа ештеңе жоқ. Үстелге қарасам, бірнеше қызанақ пен қатқан нан жатыр. Қалай сонда? Біз сонда расымен де кедей болғанбыз ба? Сол сәтте шынымен ақ кедей екенімізді тұңғыш рет сезініп қатты жылаттым. Содан соң бар күшімді жинап анамнан «Анашым, біз кедейміз бе?» деп сұрадым. Мұндай сөзім үшін анам мені ұратын шығар деп ойладым. Бірақ ол ұрған жоқ. Маған қарап таңырқап «Кедейміз дейсің бе?» «Жоқ жаным, біз кедей емеспіз». Ас үйдің есігін ашты да «Сіңілдеріңе қараш, олар қалай секіріп ойнап жүр. Ал күлкілері ше, денсаулықтары қандай мықты. Мұндай сүйкімді сіңілдер сенен басқа кімде бар? Мына сурет есіңде ме? Бәріміз бірге ас бұршақ пен қияр жеп отырмыз. Өзіміз мәзбіз, қараш», деді. Содан соң тоңазытқышты ашып, үйінде ас бұршақ мен қияр жоқ адамдар бар. Олар аш отыр, ал біздің тамағымыз бар. Ал сен біздің ақшамыз болмаған соң кедейміз деп ойлап тұрсың ба? Егер ақшаға қатысты болса, мүмкін біз кедей шығармыз. Есесіне бізді бай қылатын басқа нәрселеріміз бар ғой. Мәселен, басқа адамдар біз сияқты шынайы күле алмайды. Кейбіреулердің ақшасы бар, бірақ біздікі секілді мықты денсаулығы жоқ. Ал кейбір кісілерде біздің махаббатымыз сияқты ыстық сезім жоқ. Ең бастысы, біз адалмыз. Сондықтан да біз баймыз. Осылай деді, анам мені жалғыз қалдырып, ештеңе болмағандай ас үйге кетті. Анамның сөздері мені қалай қанағаттандырғанын ол байқаған да жоқ. Мен оның дайындап жатқан тамағына емес, асыл сөздерін ақ тойып қалған едім. Ол менің көңілімді көтеріп,
жүзіме күлкі сыйлады. Мен біз расында да бай екенбіз ғой деп ойладым. Балалар, бейне үзікті қалай түсіндіңдер? Ендеше экрандағы сұрақтарға қарап жауап беріп көріңдер. Туған үйдің байлығы, берекесі неде деп ойлайсыңдар? Туған үйдің жылулығын сатып ала аламыз ба? Отбасындағы шынайы байлық дегеніміз не екен балалар? Қанеки жауап беріп көрейікші. Ендеше балалар, шығармашылық жұмыс ұсынамын. Туған үйдің қаншалықты ыстық екенін ұғынатын боласыңдар. Оқулығымыздағы 4-ші тапсырма, суреттерге қарап әңгіме құрастырасыңдар. 5-ші тапсырма, отбасы ережесін құрастырып жазыңдар. 6-ші тапсырма, отбасындағы жақындарың бойындағы жақсы қасиеттерін атап айтатын боласыңдар. Қымбатты балалар, сабағымыздың қорытындылау сәті келген екен. Жер бетінде туған үйге жететін орын жоқ. Адамның өзін емін-еркін, ашық-жарқын, бақытты сезінетін ортасы туған үйі. Өз үйін күн сияқты жылылықты табасын. Өз үйің мейірімділік, қамқорлығы мекен. Ол адамның әрқашан оралатын қазығы. Туған үйге сағыныш ешқашан ортаймайды. Туған үйің қашанда құшақ жая қарсы алатын алтын ұя мекенің екенін еш уақытта балалар ұмытпайық. Қымбатты менің оқушыларым, келесі сабақта кездескенше күн жақсы болсын.